Сәлеметсіздер ме менің тыңдармандарым, арнамаға қош келдіңіздер. Арнамның дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк пен пікірді аямай баса отырыңыздар. Және де қай қалада, қай уақытта тыңдап отырғандарыңызды жаза отырыңыздар. Бұл біз үшін өте қатты маңызды. Сіздердің әрбір пікірлеріңізді біз жеке дара тыңдап көріп отырамыз. Ал енді бізде әңгіме. Сіз сиқырға сенесіз бе? Мен сонау ертеректе 56-57 жылдары болған оқиғаны айтамын. Менің әкем 3 жыл әскерде болған. Советтік ағымдағы отан қорғау саясаты мекен, онысын білмедім. Әскерге аттанбай тұрып, әкем үйреніп, бір баласы болған. Ал екінші баласы сол 3 жыл аралықта әкем еңбекте малысқа келіп кетіп жүргенде пайда болыпты. Бірақ әкем әйелі екеуі дәм тұзы жараспай неге екені белгісіз. Әскерден келгенде әйелі әкемнің киім-кешегін көшеге шығарып тастап, үйіне кіргізбей қойған деседі. Содан атам ашуланып әкеме, бала, соған ерегіскенде мен саған қыз әперем, дейді ғой. Көп ұзамай атамыз қыз іздеп шығады. Ол кезде ата-ана кімді таңдайды, сол болатын еді ғой. Үлкенге деген құрмет пе әйтеуір қарсылық білдірмейтін. Тарбағатай ауданына қарасты бұрынғы атауы, қазіргі атауы жаңа ауыл деп аталады. Қазақстан совхозында тұратын туысқандарда сұрастыра келе, нағашы әжеммен танысып, анамды әкеме айттырады. Сонда анам бар болғаны 16 жаста екен. Бір атадан жалғызбын дейтін әкесі қайтыс болған. Анасы екеуі ғана тұрған екен, содан көп ұзамай әкеммен бас қосады. Шешем жалғыз қалмасын деп үлкендердің келісімен ол кісіні де осы ауылға көшіріп әкеледі. Менің әкем өте келбетті, сыңғақ бойлы, қызыл шырайлы, сұлу мұртты жан болған. Ал анам орта бойлы, дөңгелек жүзді, бидай өңді, көркем мінезді жан болса керек. Анам келін болып түскенімен ол үйде қыздарындай болып жүрген. Әлі ойын баласы едім, біреуге жар болып, ұрпақ сүюдің парыз екенін білсем де, оған дайын емес едім дейтін. Атамыз да түсіністікпен қарап, әкеме, келінім бойы үйреніп, ортамызға сіңіскенше еркін жүрсін. Бұл да біреудің баласы. Уақыты келеді, сол кезде жарым деп қабылдарсың деген екен. Атамыз не деген ізгі жан болған деймін ғой. Осының бәрін анам маған 16 жасымда айтып берген. Анашымның әр сөздері, әр көз жасы, күрсініп отырып терең ойланғаны, бәрі есімнен шыққан емес. Сөйтіп жүріп әкеңді жақсы көрдім ғой. Барды қанағат тұтып, күнімізді көрдік дейді анам. Қолы ойнағаннан аузы ойнайды дейтін анам жарықтық. 10 саусағынан өнер тамған ісмер еді. Ойы ойып, сырмақ сырып, тоқыма тоқығанымен қоймай, ән салатын өнерімен суырып салма ақындығы да бар болатын. Ашық жарқын мінезімен келін болып түскен ортасына тез сіңісіп кетеді. Білектей бұрымым беліме түсетін, айранның сары суымен жуатын едік. Ол кезде сабында тапшы еді ғой, сонда да шашымның күтімі жақсы болатын. Сол жылдары тұрмыс тіршілік анау айтқандай керемет емес еді. Сендер бақыттысыңдар, біз деген тулақта жаттық дейді. Ешкінің терсін солай айтады екен. Ата-анам бір-біріне бауыр басып бақытты күндері басталады. Осы сәтте көре алмаған әкемнің алғашқы әйелі қастық ойлай бастайды. Сол кездегі адамдар тым аңғал ма, әлде қараңғылық па түсінбедім. Қоржын үй деген болады, тоқал тамдар бар ғой. Сол тамдарда бір емес, бірнеше отбасы тұра береді. Сол тамның бір басында әке шешем тұрса, екінші басында сол баяғы бірінші әйелі балаларымен тұрған екен. Неге олай болғанын мен де ұға алмадым. Анам жас, кімнің кім екенін білмейтін. Сырттан келген соң ештеңеден хабары жоқ болған. Үлкендерде сол әйел туралы айтуға тыйым салған. Ол кездегі адамдар сөзге берік болған. Бір жағы атамды барлығы қатты сыйлайтын болғандықтан да болар. Анама ешкім ештеңе айтпаған екен. Содан әлгі әйел анамен жақын құрбыдай араласады. Совхоздардың дамып келе жатқан кезі ғой. Әкем фермада сиыршы, анам сауыншы болып жұмыс жасайды. Таңертең кетіп, кешкі бірақ келеді. Жоспар орындау дегені бар.
дейтін. Ашық жарқын анам өжет, жұмыс шырақтығымен көзге түсе бастайды. Шаруамызда дөңгелене бастайды. Сөйтіп жүргенде анам өзінің бір түрлі күйге түсе бастағанын сезеді. Түн болса төсегінен шошып оянады. Белгісіз бір күш өне бойын қысып, денесінде ауырлық пайда болады. Тамақ ішуден қалады, денем сырқырап ауыратын дейді жанышым. Жанымды қоярға жер таппай қиналатымын. Бірте-бірте денемді су жайлай бастады. Қолам шашымда түсе берді. Көзімде көрмеуге айналды дейтін. Сонда ғана үлкендер бұл балаға көз тиген ғой. Әлде бірдеңеден шошынды мекен деп емін таппай дал болады. Ауыл аймақтағы емші молдаларды шақырып көрсетеді. Бірақ ешкім дауасын таба алмайды. Ауруханаға да апарып, олар да диагнозын таппай алақан жайып шығарып салады. Әжем байғұстар жылап, шалғызымнан айырылып қалатын болдым-ау деп, әулелердің басын арылап кетеді. Сол аралықта 3 ай өтеді. Анам денем ғана емес, басымда көлкілген суға толды. Су қараңғы болып қалдым. Үрлеген шардай денемді сезінуден қалдым. Бидайдан кіші, тарыдан үлкен бір зат денемде жүріп тұрады. Басымнан аяғына дейін сықырлап жүреді. Жаным шырқырайды дейтін. Содан алыстау тұратын молдаға апарады ғой. Ол кісі қарап болған соң, балаңа қастық жасалған және ол асқынып барады. Мен қайтара алмаймын дейді. Содан әжем мен әкем де жан ұшырып жалынып жалбарынады. Молдеке, қайтсеңіз де көмектесіңізші. Қалағаныңызды берейік деп аяғына жығылады. Бірақ бұл молда ілімнің жеткіліксіз екенін қайтаруға күші жетпейтінін айтады. Бірақ бір адамның ғана қолынан келуі мүмкін. Қайтарса сол адам ғана қайтарады, болмаса қайран жоқ деп әлгі адамның мекен жайын жазып беріп шығарып салады. Содан анамды ат арбаға салып алып, әкем мен әжем жолға шығады. Аллаға сыйынып, Қазақстан совхозына қарасты Ахмет Бұлақ деген ауылға жол тартады. Қытаймен шекара аралас ауылға түс қайта жетіп келеді. Сол жердегі ауыл адамдарынан сұрастыра келе Жүнісбек атаның үйін тауып алады. Бұл кісі осы ауыл аймаққа аты шыққан әулиелігімен қоса емшілік, тамыр ұстайтын қасиеті де болған екен. Содан ол кісіге кезекпен кіріп анамды көрсетеді. Тамырын ұстап отырып ауыр күрсініп әжеме қарап ата былай дейді. Үйіңнің оң жағында тұратын ұзын бойлы, көзі көк, өзі сары қатын қастық қылған дегенде анам есінен танады. Есін жиғызып қайтадан отырғызып әкеме қарап, ол әйел сенің жақын адамың, кімің болады дегенде әкем сасқалақтап, шынымен де солай ма дейді. Маған сенбесең шығып кет, әйтпесе ем қонбайды деп ата ашуланады. Әкем бұл әйелдің бейнесі өзінің бірінші әйеліне тура келетінін айтады. Анашым сонда ғана өзіне құрбы болып жүрген әйел әкемнің бірінші әйелі екенін біліп саржылайды. Менің жазығым не? Неге бұрыннан айтпағансыз? Онда екенін білгенде мен маңына жолатпас едім ғой. Ата, бұл дуаны қайтарылас па? Деп жылайды. Анамды аяды ма, әлде жазықсыз жанға қиянат жасаған сол бір қаскөйге шектеу қойғысы келді ме? Ата, көп ойланбастан қайтарам қызым. Бірақ бұл оңай болмайды. Бұл қастықты 3 мақсатпен жасаған. Шаныңды аламын, нұрыңды аламын, не бір жеріңді кем қыламын деген мақсатпен жасалған. Шөберек қуыршаққа жан салған. Мына сенің бойыңда жүрген түйін сол қуыршақтың жаны. Кешкісін келіп төсегінің астына салып, күндіз алып кетіп отырған. Ол сенімен өте жақын араласқан. Көзіңді байлап тақсағандықтан ол саған көрінбейді. Етпен терегі сіңіп кеткен, қанға түскенге ажалың келер еді. Ертең күн ясына шықпай тұрып дұға оқимын, және бұл бір күн емес, бір жұма оқимын деді. Содан сол күні анамы арнайы үй тігіліп, ешкімге кіруге рұқсат етпейді. Ата және анам ғана кіреді. Әкем сыртта ешкімнің алаңдатпауын қадағалап күзетте тұрады. Таң ата күн ясына шықпай ата өзінің дұғасын оқуды бастайды. Қалай оқиды, қалай дем салады, Құранды қанша рет қайтарады, оқыды. Оны біз білмейміз. Сол кездегі жан қиналысы жалғыз анама ғана аян еді. Күн өткен сайын анамның бойындағы түйін шығатын жер іздегендей басынан бақай шығына дейін жүріп отырады. Анам күндіз сәл көз шырынын алған болады. Күні ясына кіргеннен шыққанға дейін атамыз 7 күн дұға оқиды. Жаңағы дуаның күшін қайтару үшін ата да анам да қалжырайды.
Бірақ әулиенің қайтсем де дуаны қайтарам деген сенімі, және анамның қайтсем де жарық дүниені көрем деген үмітінің күштілігімен, ерік жігерінің мықтылығымен қара күшке қарсы тұрады. Соңғы күні ата әкем және әжеме бір жайды ескертеді. Жаңағы 3 мақсатпен жасалған дүниенің мағынасын түсіндіреді. Жаныңды аламын дегені түйін жүректі тесіп шықса, аман қалуы екі талай. Нұрыңды аламын дегені өмір бойы жарықты көруі екі талай дегені. Яғни зағып болып қалуы әбден мүмкін. Ал бір жеріңді кем қыламын дегені, дене мүшесінің кез келген жерін тесіп шықса, кемтар, мүгедек болып қалуы мүмкін, деп ата сөзін аяқтайды. Әжем байғұс, Аллаға аманат, жалғыз қызым жаны аман қалса екен, маған басқа ештеңенің керегі жоқ деп, зар илеп жылайды. Әкем болса, кемтар болса да бәрібір. Өмір бойы аялап өтуге уәде берем, тек жанын аман алып қалып, осы бір дерттен айықтырсаңыз болғаны деп, атаға үміт артады. Ата да, қандай жағдайда да дайын болыңдар. Ниеті түзу пейілің ақ болса, тілеген дұға тілектерің қабыл болады. Бәрі де бір Алланың қолында деп, ата әрі қарай дұғасын жалғастыра береді. Анам жанында, тәнінде қинаған мына бір ауыртпалықтан арылсам болғаны деп, жаратқаннан жанына медет сұрайды. Басқа амалы жоқ еді. Күн ұясына кіргеннен ақ анамның жаны арпалысқа түсіп, жан төзгісіз ауыртпалық, әлгі түйінде шығатын жер таппай аласұрып анамды азапқа салады. Жүрмеген жері жоқ, бүкіл сүйекті сырқыратып, басымды неше айналды, жүрегіме кеп құсық қылады. Қош жанарымды суырып алардай солқылдатты. Қабырғаларым қаусап жатқандай, өңешімді суырып алардай. Жан даусымды шығарып, шыңғыртқан менің өмір үшін арпалысым басталып кетті. Қанша жатқаным белгісіз әлден уақытта өн бойымда бір тыныштық пайда болды да, сәлден кейін бір алапат күш лықсып келіп басымды қысты. Қысқанда жаным шырқырады. Ей Алла, осыншама азапты бейнетті бергенше, неге жанымды алмадың деп наладым дейді. Ата да тоқтамай оқып жатыр, бір уақытта көзімді қысқан қысымнан есімнен тандым. Оттай ыстық бірдеңенің лықсық барып, сүйегімді керіп шығап бара жатқаным ғана есімде. Әрі қарай қара түнекке батып бара жатқанымды білемін. Хош, жарық дүние дедім де, есімді жоғалттым. Қанша уақыт жатқаным белгісіз, сәт бе, сағат па, күн бе, түн бе айыра алмадым. Құлағыма бір дауыс келгендей болды. Қызым, көзіңді аш, деген алыстан шыңғырғандай дауыс болды. О дүние деген осындай болады екен ғой, деп ойладым. Көзім ашылған ау дегендей, санамда бір жаңғырық пайда болды. Аш көзіңді, дейді. Аш, қорықпа. Қызым, аша ғой дегені еміс-еміс естіледі. Сол сәтте қалжыраған жан тәнім еркіме бағынар емес. Ашайын десем шама жоқ, ашпайын десем өзіме таныс дауыс. Өңім бе, түсім бе түсіне алатын халде емес едім. Әлден уақытта зар жылаған анамның даусы келді құлағыма. Қылыным, бәтенім, жарығым. Сен аман қалдың, көзіңді ашып отам. Есіңді жиш дейді. Қолымнан ұстады. Ананың аялы алақанынан асқан құдірет жоғауы бұл дүниеде. Өн бойымда ыстық леп жүргендей болды. Кірпігім қимылдаса керек. Есін жиді деді ата. Бәрі де артта қалды қызым. Қорғанбай көзіңді аш, деді ата қатқыл дауыспен. Ғайып ерен, 40 шілтен бабаларым. Қолдай көр дедім іштей. Қорғанып қалғаным ғой. Кірпігімді қағып ашуға әрекет жасадым. Қозғай берем дегенде жылт еткен сәулені көргендей болдым. Айналам жап-жарық, алғаш ашқанда көзіме от қойғандай жарқ еткенде қайта жұмып қалдым. Қайтадан ақырын аштым. Қане қызым, мені көріп тұрсың ба деді ата. Көз алдыма бейне пайда бола бастады. Біртіндеп анамның сұлбасында көре бастадым. Ар жағынан әкеңді де шырамыттым. Апау дейгім келеді. Даусым шықпады. Әбден әлсірегенмін ғой, қуанған жылаған дауыстар жаныма жылу сыйлағандай болды. Не деген құдіретті күш десеңші. Дұғаның күші, анамның көз жасы, жан жарымның тілеуі қабыл болды. Әуелі Алла, сосын Жүнісбек атаның табанды ілімінің арқасында қара түйін сыртқа шығып тынды. Жай шыққан жоқ, бір жақ бетімді кемтар етті. Жаныңнан садақ ата,
деп жатты анам. Денемді су басып кетті, деп едім ғой. Сол сулар әр жерлерімнен тесіліп сыртқа шығып жатты. Басымда да су болған, ол да жаңағы жағымнан жарып шыққан түйіммен бірге жарылыпты. Осылайша мен бойымдағы қара дуадан арылдым. 3 ай бойы қара түнекте қалған көзімді аштым. Жарық дүниенің қадірін сол кезде сезінгенмін. Көзімді ашқан менен сол жақ бетімнің жарасы қатты ауырып, қақсағанын сездім. Әлгі өн бойымдағы жүрген түйін сол жақ көзімнің қиығына жетпей сүйекті жарып шықса керек. Бірден аяғымнан тұрып кете алмадым. Ата ұзақ емдеді. Бетімдегі жара жазылғанша дем салып, ем-домын жасады. Бейнетің көп, ажалың жоқ жан екенсің деп айтқан еді әулеті. Қызым, сен енді ұзақ жасайсың. Балалы шағалы боласың, бақытты бол, бағың ашылсын. Саған қиянат жасаған әйелге Алла жазасын береді. Енді одан аулақ жүр, жауласпа. Жасаған қиянатын ақыретте тататын болады. Қызым, сен ақылыңа көркің сай жансың. Жан-жарыңда мықты ер азамат екен. Қосағыңмен қосағар деп батасын беріп жолға шығарып салды. Қойдым ғой. Тек іштей, менің жазығым не? Күйеуін тартып алған жоқпын, өзі тастап кеткен. Мінездері сәйкес келмесе менің не жазығым бар? Өзімде бала едім, жастығымды, әдемілігімді көре алмаса, қызғанса, өзіме келіп айтса балалар үшін бас тартар едім ғой, деп ойлайтымын. Пендеміз ғой, түсінер едім. Іштарлық пен қызғаныштың кесірінен қиянат жасамаста еді. Біз ауылдан қайтқанша әлгі әйел бар жайдан қанық екенімізді білген болу керек. Сапқыз орталығынан көшіп кетеді. Енді жаңағы қуыршақты қалай жасағанын айтайын. Әкеңнің маған үйленгенін, өзінен бірнеше жас қыздыған үйленгеніне көндіге алмаған әйелдің ішін қызғаныш деген қара мысық тырмалап мазасын алады. Аяғында қара күшке жүгінеді, естуімше оның анасы да сондай дүниемен айналысатын болса керек. Әуелі шүберектен қуыршақ жасайды да анамның жатар орнына қою үшін сенімге кіріп құрбы болады. Қоржын тамның бірі басында, бір аяғында тұрғандықтан кіріп шығу қиын емес еді. Анам да алаңсыз еді. Сауыншы болғандықтан таңертең кешке фермада болады. Ол әйел сондай кезде пайдаланған кешкісін төсек орнының арасына қойып кетіп, таңертең алып кетіп отырған. Осылайша әлгі шүберек қуыршақ анамның денесін тиген сайын жандана бастаған. Ал шешесі сырттай дуа жасап, қуыршаққа жан салған. Аяғында түйін болып анамның денесінен өткен. Одан кейін не болғаны баршаңызға аян. Бәлкім сенерсіздер, бәлкім сенбессіздер. Ол енді әркімнің өз қалауы. Менің бұл жайды жазу себебім әлде кімді жазғыру емес. Адам басының осыншалықты қиянатқа баруына көзсіз қызғанышпен, соқыр сенімге сеніп адасуы ақылға сыйымсыз. Қасқырда қас қылмайды жолдасына деген сөз бар. Адамзаттың осыншалықты қатыгез болғаны ма? Анам, кенжетайының түптің түбінде осы бір жайтты еске алып жария ететінін білді ме? Менің мақсатым өмірден озған жандарды айыптау емес. Рухтарын азат еткім келді. Қиянатқа бармауларыңызды сұранам. Бір атадан жалғыз едім дейтін анашым, сендерді бергеніне шүкір Аллаға. Өстім, өндім. Осы бір жетеуіңнің бағыңына періштелер мені қаққан болар. Қатерден тәуба деп отыратын. Мен бүгін анам болып сөйледім. Өйткені анамның тартқан азабын бүкіл жан дүниемен сезіне білетін сүт кенжесімін ғой. Сүйек еттен ажырамайды дейді атам қазақ. Перзенті болғандықтан жанашырлығым басым түскен болар. Бұл жайды мен 16 жасында естігемін. Бәлкім ойында жүрсін деді ме, жанына тыныштық бермеген сол бір жан төзгісіз күндерінің өтеуі жарыққа шықсын деді ме, білмедім. Әр нәрсенің сұрауы бар, пенделікке салынып қия басып, кейін өкініп жататыны хақ қой. Бастысы адам өзінің жіберген қателігінен сабақ алуы керек. Жарты ғасыр өткеннен кейін де шығару себебінде сол болды. Қара күшке сеніп, қиянатқа барған апамызда өмірден озар шағында анамды шақырып алып, кешірім сұрағаны бар. Бәлкім өзінің де шыбын жаны шырқыраған болар. Сол сәтте ақыретке бір табан қалғанда күнәсінен айырылғысы келген болар. Анам үлкен жүректі адам ғой, кешірген. Құдай кешші, мен де кештім.
Кешірмейтін мен кім едім деді. Бәріміз де пендеміз ғой, сен де мені кеш, деген екен анам. Осылайша бүгінгі күннің ертеңгі тарих болып қала береді. Әр алдында ақ болайық ағайын. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Әңгіме ұнаса лайк басып, ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Әңгімеден алған әсерлеріңізді бөлісе отырыңыздар.